Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен нағыз қатпарлы болып шығатын қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Біздің қаттамамыз нағыз қатпарлы болып шығады және де күттірлеп, хрустящий болып шығады. Таза ыдысымызды алып, ең алдымен, сосын бір стақан толтырып газды суымызды құямыз. Кез келген газды суымыз болады. Ыдысымызға құйып, бір шай қасық толтырып тұзымызды саламыз. Тұзымызды әбден ерітіп аламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Ұнды көлеміне сай қосатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алған дұрыс. Алдымен аз-аздан сала отырып, қамырымызды елейтін боламыз. Ұнды бірінші аздап салып көреміз, сосын оны қасықпен әбден қозғап аламыз. Одан кейін тағы да ұнды қосып, керегінше қосып аламыз да, қолымызбен қамырды елеп аламыз. Қамырды қолға жабысатындай етіп, қатты елеп қоймаймыз. Видеода барлығы да көрсетілген, анық түсірілген. Осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің қаттамаларыңыз прям идеальный болып шығады. Бір жасағаннан керемет болып, қытырлап, қатпарлы болып шығады. Сіздер егер көбірек жасаймын десеңіздер, әрине қоспасын көбейтесіздер. Ол үшін 2-3 стақан газды суымызды құйсаңыздар болады. Газды суға иленгендіктен біздің қамырымыз өте қатты, қатпарлы болып шығады. Қамырды жақсылап тұрып елеп аламыз. Енді дастарханға тағы да қойып алып, қолымызбенен әбден үйін қанғанша әбден елеп аламыз. Бірге салып бірден қоюға болмайды. Қамырдың үйін қандыру керек. 15 минуттай әбден елеп алған дұрыс. Сонда біздің қамырымыз өте әдемі болады және жайылған кезде де бірыңғай, теп-тегіс әдемі болып жайылады. Қамырды қолға жабысатындай етіп елеп алдым. Енді мұны бөлме температурасына қойып қоямыз. 15-20 минутқа қалдырып бетін жауып қоямыз. Қамырдың июі қанды, енді мұны жаюға кірісетін боламыз. Ұнымызды сеуіп, қолымызбен бір елеп алып, одан кейін жайып аламыз тегістеп етіп. Қамырды тым жұқа етіп жаю міндетті емес, сәл ғана жайып алсақ жеткілікті. Қазір видеода барлығын көрсететін боламын, анығын. Кішкентай қалыңдықта жайып алсаңыздар болады. Алдымен шет-шетін барлығын тегістеп шығамыз, сосын оқтаудың көмегімен жайып шығамыз.
Қамырдың қалыңдығы осындай болды. Мінекей тым жұқа етіп жаю міндетті емес. Енді алдын ала ертілген сары майымызды жағып шығатын боламыз. Мен бұл жерде сары майды көп еріттім. Бұл жерде 2 зуалаға жететіндей сары май бар. Осы үлкен бір зуала жасаған қамырымыздан бізден 9 штук қаттама шығатын болады. Мен тым үлкен етіп жаймаймын, орташа етіп жайып аламын қаттамаларды. Сары майымызды толық барлығын жағып шықтық. Енді мұны 5-10 минутқа қалдырамыз. Бізде сары майымыз кішкене кепкенше 10 минутқа қалдырып қоямыз. Сары майымыз кепкен соң біз оқтаумен қазір орап алатын боламыз. Сары май кішкене кепкендей болды. Енді оқтаумен әбден орап аламын да, енді осыны бөліктерге бөліп аламыз. Ұнды көп мөлшерде қосатын болсаңыздар, сары майы ұнды сіңіріп алады. Қазір тағы да сары майды тағы да жағатын боламыз аз-аздан. Бізде сары май өте сапалы болу керек. 82,5% сары майларында қосса болады. Енді мұны 9 бөлікке бөлетін боламын. Егер сіздер сәл үлкендеу етіп жаямын десеңіздер, 6 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Менде табам кішкентай болғандықтан мұны орташа етіп жайып алатын боламын. Енді осындай етіп орап аласыздар. Сонда сіздердің қаттамаларыңыз қатпарлы болып шығады, арасы өте әдемі болып шығады. Барлығында осылай орап алатын боламыз. Тәрелкеге барлығын жайғастырып шықтық. Енді мұның бетін кез келген салафанмен орап, тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдырамыз. Мен 1 түнге қалдырдым. Ертесіне жайып жатырмын. Мінекей майы сіңіп, сонда біздің қамырымыз өте әдемі болады. 2 сағаттан кейін алып, жайып пісіре берсеңіздер болады сіздер. Мен алдын ала тоңазытқышқа қатырып қойдым. Немесе кейде бос уақыт кезде пісіремін десеңіздер, мұны мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар болады. Мұздатқышта 14-15 күнде тұра береді. Осындай қалыңдықта барлық бөліктерін жайып алатын боламыз. Тым жұқа етіп жібермейміз. Барлығында осындай етіп, дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Қаттаманы мұздатқышқа сақтаймын десеңіздер, осылай бөліктерге бөліп қойып, контейнерлерге немесе салафандарға салып, қатырып қойсаңыздар болады. Сонда кез келген уақытта өздеріңіз пісіріп ала бересіздер. Жарамдылық мерзімі 2 аптадай. Мен бір түнге қалдырып, ертесіне пісіріп жатырмын. Барлығында өте әдемі болып шығады.
Барлығында жайып, бетін жауып қойып, шетінен пісіре аламыз. Алдын ала табамызды 10 минут бұрын газымызге қойып қоямыз. Табамыз қызғанша бұлардың жайып, бетін жауып қоямыз. Енді табамыз қызып тұр бізде, және үстінен сұйық майды құямыз. Аздап қана құйсақ жеткілікті. Енді майымызды да аздап қана қыздырып аламыз да, қаттаманы шетінен пісіріп алатын боламыз. Газдың астын орташа оттыққа қойып қоямыз. Осындай етіп салып қойсаңыздар болады. Ортасын кішкене басып жібересіздер, сонда ортасы да қызарып пісетін болады. Енді бетін жауып қоясыздар. Негізі қақпақ жаппасаңыздар да болады. Бірақ майы тым қатты шашырап кететіндіктен бетін жауып пісіретін боламыз. Енді біздің қаттамамыз қызарды. Келесі бетіне аудара отырып, барлық қаттаманы осылайынан қызыл түс болғанша пісіріп алатын боламыз. Егер ортасы аппақ болып жатса, ортасын кішкене басыңқырап жібересіздер. Қақпақты осылай сулы болып кетсе, кез келген құрғақ матамен сүртіп отырып, бетін жауып отырасыздар. Қаттама мінекей өте әдемі болып қызарып піседі. Оттың астын тым қатты қойып күйдіріп жібермеңіздер, тез қызарып кетеді. Сол себепті де орташа оттыққа қойып қойсаңыздар, сонда қаттама өте әдемі болып шығады. Бетін жауып пісіріп аламын. Қақпақты ерінбей, тез арада сүртіп отыру керек құрғақ матамен. Егер үлкен табаларыңыз болса, үлкен етіп жаюға болады. Осы бір үлкен зуаладан менде 9 штук шықты. Нағыз қатпарлы болып шығатын қаттама. Мен үнемі осы рецептпен жасаймын. Өте идеальный болып шығады. Ортасын осындай қасықпен немесе матамен болсын, ортасын кішкене басыңқырап жіберсеңіздер, сонда ортасы да қызарып пісетін болады. Біздің қаттамамыз дайын болды. Мінекей 9 данасы шықты. Өте әдемі, қытырлап, күтірлеп тұрады. Осы рецептпен жасап көрсеңіз, бір жасағаннан сәтті шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз, және де алда жақсы рецепттер болады. Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосып жіберіңіз.